Шерикбайұлы. 2000 шақырымды артқа тастап, Монголия Республикасы Баян-Өлгей аймағынан атамекенге домбырасын арқалап келген Шерикбай Өзгеріс, өмірдің әр сәтінен сабақ алу менің өмірлік ұстанымым дейді. Есіміңе бүгінгі сай өнерің өзгеріс жасайды деген ойдамыз. Аздап қобалжу бар, бірақ сол қобалжуды жеңуге тырысам, барлық салам. Сенің жүрген жүрісіңменен өз-өзің ұстауыңда мен қобалжу көріп тұрған жоқпын. Киген киімің біржан салдың, ақан серлердің стилінде киінген екенсің. Сол кісілердің жолын берсін, биіктен көрдіңе тілектеспін. Сахнаға шықта барлық қазыларды таң қалдырып, көрерменді таң қалдырып, мега жобаға ерекше бір өзгеріс енгізші, өзгеріс бауырым. Тырысам өзгеріс енгізейін деп. Сәттілік тілеймін өзіңе. Алтайдың арғы беті Монголияның Баян-Өлгейінен қатысып отырған өзгеріске қошеметтеріңіз. Есімі өзгеріс болғанмен, өнерінде де, қазақ илағында да ешқандай өзгеріс жоқ өнерпаз. Мына қызықты қараңыздар. Бүгінде, ай Аллажар мырза, дәл бүгін өзгерістің тәлімгері, мына менің жанымда тұрған менің әріптесім Аллажар мырза екен. Қошемет көрсетіп қояйық. Шынымен өзгерістің тәлімгері мен өзгерісті сол жаққа барып арнайы тыңдап алып келдік Мырзатайға. Ол жақта енді өте қызық болды. Мен сіздерге азын-аулақ айтып берейін, ол жақта болған дүниені біз қосағашты өткізіп болып Ресейден Монголияға қарай өттік. Монголияның шекарасына жеткенде машинаның сыртында мен қазақпын деген жазу бар үлкен. Сол жазуды көрді шекараға келгенде шекарашылар. Ал мыңдаған машина сол жерде кезекте тұр екен шекарадан өтуге. Бүкіл қазақ бізді көріп қуанып, біздің отанымыздан, біздің ұлы отанымыздан, үлкен елімізден келе жатыр. Мен қазақпын деп қазақтар келе жатыр, өткізіңдер деп кезекті бұзып, алдына бізді шығарып өткізіп жерді. Ары қарай өтіп кете бардық. Барбек бүкіл халық қуанып, шашуын шашып күтіп алды. Барғаннан кейін бізге айтты, біз сіздерді осындай ғимараттың ішінде өткізбейміз біз жобамызды. Біз далада өткіземіз деді. Біз даланың қазақтарымыз, далада өткіземіз, көресіңдер деді. Аң-таң болып мәшиненің ішіне отырып біз кеттік. Бай-Өлкеден 70 шақырым жерде Самбығарып деген тау бар екен. Төбесі Самбығарып таудың шыңы, қарлы шың екен. Соның етегінде Алтын Сөксе деген, қазақшасы Алтын Тостаған деген жайлау бар екен. Жігіттер, қыздар шығып кезек-кезек ән айта бастап еді. Ана жақтан бір әжеміз қолына бөстегін сүйреп алып, сырмағын сүйреп алып келе жатыр. Ана жақта бір-екі ақсақал кезек-кезек бір-бірінен шақша сұрасып, шақша атысып, қолдарына таяқтарын алып, әңгімелерін соғып, сақалдар белуарынан келеді. Кеп кезек-кезек алдына отырып жатыр. Тау-таудан, сай-саланың арасынан атпенен шауып-шауып келіп жатқан қойшылар, малшылар. Ана жақта қазанда ет пісіп жатыр. Сол жерде өткен өзгеріс, міне таңдап алған өзгерісіміз қазір сіздердің алдарыңызда тұр. Қазір өнерін көресіздер. Ал мен әрине өзімнің әріптесіммен өзгеріс сіздерге сәттілік тілеймін. Ал өзгеріс. Сәттілік. Жақын таудан асып шапақтап, қызыл алтын нұрын шашып ақшамның, қараңғы соғу болған шақта, ағырып табысада өңшен қашып. Оз үйден таң алдында күйеу шығар артынан, қалар жарай бетін басып, мойнына ақ білекті арта салып, айырлар аттандырып амандасын. Келгенше енді айналып, кім бар кім жоқ үй қалқа, тіліңдеп кел аузыңды ашып, тісіңмен сар мойының жәудірәсін, тіліңмен үй жан шөлінде ойғандырасың.
Ақсұңқар алмам ойын шәкризада көңілімде әруақ қилау қалдырасың. Салдыртеп салгүреңмен келгенімде кіргізбей босағаңдау талдырасың. Айбатпен сотқа кірген прокурордай шашыңа таққан шолпың салбырасың. Ай жарық терезеңнің дәл түбіндей төсектен сүмбіл шашың салбырасың. Шаң ұшқан ұясынан балағаздай қалқатай екі көзің жәудірәсің. Алалали лай лилалали лай алалали Өзгеріс келе ғой, қасымызға кел. Әйгерім, өзгерістің әнін түсіндің ғой. Түн батар кешке жақын таудан асып, шапақтап қызыл алтын нұрын шашып. Ақшамның қараңғысы болған шақта ақырып табысады өңшен ғашық дейді. Келгенше енді айналып кім бір кім жоқ, ей қалқа тіліңді бүл аузыңды ашып дейді. Тісіңмен сары мойын жаудырасың тіліңді. Қайталай бермеш, адам зорға шыдап отқанда өзі. Мырзатай аға. Әйгерім бәрін түсініп тұр, бірақ жерін түсінбей тұрмын дейді. Соңғы жағында қалау. Қалала дейділі деген жерін түсінбей тұрмын дейді. Ол о жерде гәп бар ол дейді. Ал енді шырақтарым, мен қазақпын дейтін ұлттық жобаның ел аңсап, сағынып ұшырасып отқан, жолығып отқан жобаның іздегені осы өзгеріс. Құбылтқанда да бәріне келіп тұр ғой даусы. Осы жерде Біржан атам, Ақан Сері, Мәди, ұлылардың бәрі көз алдыма келді. Елестеттім, өлі құлағыма келді. Бақытты бол шырағым. Бақ шіркін. Толғанбай аға, естуімше өзгерістің әкесі Монғолиядан барып Жәнібек Кәрменов Қазақстанға алып келіп, осында Қайрат Байбосынов ұстазынан сабақ алған дейді. Ол 90 жылы болса керек. Дұрыс айтасыз, енді Шерікбайды сыртынан білеміз, әнін естідік. Барлық үлкен мектеп бүрген әкесі. Сондықтан кейін міне өзгеріс жалғап жатыр. Өзгеріс енді Монғолияда туса да жаңағы отырған отырысы, домбыра тартысы, ән айту жағынан үлкен мектеп көріп отырғандығын айтпай кетуге болмайды. Қазақстанда білім алып жатыр, жаңағындай кәсіби дүниесі домбыраны ұстағаннан ақ көріліп жатыр. Енді шама деген үлкен күрделі әннің бірі, шаманы шамасы келген айтады дегенде сөз бар. Шаманы Қали Байжанов орындаған кезінде дүркіретіп, Бекболат да тасқа таңба басқандай қылып халықтың көңілінде қалдырды. Одан кейін Ербол Айтбаев деген жаңағындай үлкен қоңыр дауысты азаматымыз әдемі орындады. Бұл өзі кәдімгідей үнсіз дейтін ән, кәдімгідей үлкен қою дауыссыз дейтін ән, екінің бірі айтпайды. Сондықтан да өзгеріс сияқты ұлдарымыз 5 жылда, 10 жылда бір шаман айтатын ұлдар осылай туып тұру керек бізге. Тамаша. Бәрекелді пікірлеріңізге қазылар алқасы. Рахмет, өзгеріс құтты болсын. Жақсы пікір айтып жатыр қазылар алқасы. Соңында жақсы болады сияқты мен де қуанып тұрмын. Ал өзгеріс біз сені дәл осы әдемі нотада күту бөлмесіне шығарып саламыз.